Сәлем қыздар, сіздермен бүгін крабовый салат жасайтын боламыз. Дайындалуы өте ерекше, менімен бірге болыңыздар. Алдымен крабтарымызды осындай салонка етіп турап аламыз. Және майды бөліктермен, кішік көбіктермен турап шығамыз. Менің каналым подписка жасап, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет салаттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Жұмыртқамызды салонка етіп турап аламыз. Майдалап тураймыз. Бұл салат сондай нәзік болып шығады. Піскен күріштерімізді ыдысымызға орналастырамыз. Бір бұрышына, бір бөлігіне туралған крабтарымызды саламыз. Және туралған жұмыртқамызды саламыз. Үстіне кукурузаны салып шығамыз. Және көк шөптерді саламыз. Бұл жерде менде укроп, кішкене шым-шым тұз саласыздар. Татымына қарай. Және майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып тұрыңыздар. Менің жаңа рецептерімді көретін боласыздар бірінші. Осылай огурцымызды теркадан кесіп аламыз. Мен осылай майда бөліктерге кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Және ыдыстарымызға орналастырып, арасына салатымызды салатын боламыз. Қасықтың көмегімен ортасын толтырып шығамыз. Әсемдік ретінде бетіне укропта қойсақ болады. Қыздар, осымен біздің салатымыз дайын. Каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Хадиша. Әлі талай рецептерді салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар.